Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда жас кезімізде сүйіп жейтін сары майдың пайдасы мен зиянын айтатын боламыз. Сары май қандағы холестериннің жиналуын тудырады деген пікір, ол өз кезегінде атеросклерозға және жүрек тамыр ауруларына алып келеді. Және бұл пікірді ең беделді ғалымдар қолдайды. Алайда сары майдың пайдалы қасиеттері туралы айтқым келеді. Май бұл нақты өнім. 1 килограмм май алу үшін 25 литр табиғи сүт қажет. Көптеген диетологтар мен дәрігерлер Ұлыбританиядан келген профессорлардан айырмашылығы, әр адамның рационында міндетті түрде сары май тек қана салынған мөлшерде болу керек деп санайды. Жылу мен күш-қуат. Сары май сүт майының концентраты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы. Әрине, сары май калориялылығы өте жоғары. 100 граммда 730 калория бар. Оған қоса майлар ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерінде өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамында дәстүрлі нан мен бутербродты өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес. Май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Құрметті көрермендер, арнамызды біршамадан тіркелмей көреді екен. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, себебі алдағы уақытта шығатын көптеген пайдалы шығарылымдарды жіберіп алмас үшін. Дәрумендер. Сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы, шаштың әдемілігі мен тырнақтың саулығына үлкен әсер етеді. Мысалыға айтсақ, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда ғана бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепілі бола алады. Иммунитетті жақсартады. Майдың суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелерінің ішін майлап, жөтелді емдеуді тездетеді. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап, берік қылады, шаршағанды босатады. Көңіл күй. Бәрімізде шоколад құрамында бақыт гормоны серотонин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сары майдың құрамында да бар екенін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты баса алады. Ми жұмысы. Сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар мен зат алмасу үшін өте маңызды. Мұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға алып келеді. Бұл ақыл мен ой өріске зиян тигізуі мүмкін. Холестерин. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп ойлаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майдың күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Қазіргі таңда сары май төңірегінде пікір-таластар көп ақ. Біреулер оны денсаулыққа қауіпті тағам десе, енді бірі сары майды тамақ рационынан мүлде алып тастау керек. Одан да қауіпті екендігін алға тартады. Құрамы. Сары май минералды заттарға бай тағам. Оның құрамында калий, фосфор, кальций, натрий, селен, магний, темір, мырыш, мыс және марганец бар. Оған қоса кейбір түрлерінің құрамында А, Е және К дәрумендерімен қатар ПП, В1, В2, В5 және Д дәрумендерінде кездестіруге болады. Дей тұра, сары майдың құрамында май үлесі адам ағзасына қажетті шамадан 2,5 есе көп екендігін ескеру керек. Осы жағдайда холестеринге де қатысты. Зияны. Сары май дене салмағы артық адамға әлбетте зияны тигізетін тағам. Сүт өнімдеріне, соның ішінде сиыр сүтіне аллергиясы бар жандарға сары майды тұтынбаған абзал. Сары майдан аулақ болудың тағы бір себебі оның құрамындағы холестерин мөлшерінің тым жоғары болуы. Пайдасы. Әйел ағзасында холестерин жетіспеген кезде бұл оны бедеулікке алып келеді. Оған қоса майда аз тұтыну менопауза уақытын жақындата түседі. Өзінің тамақ рационына қажетті мөлшерде сары май қосқан адамның ағзасындағы кішкентай жаралар жазыла бастайды. Сондықтан асқазан ауыратын адамдарға сары майдан бас тартпаған жөн. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепілі бола алады. Сары май адам иммунитетін күшейтіп, белсенділігін арттыра түседі. Ағзаға қажетті мөлшері. Сары майдың зияны мен пайдасын бір таразы басына қойсақ, пайдасы басымдырақ екеніне көз жеткізуге болады. Сары майдан мүлдем бас тарту денсаулыққа айтарлықтай зиянын тигізеді. Бірақ егер сіз күнделікті тамақ рационына 30 грамм сары май қосатын болсаңыз, бұл сіздің сымбатыңызға еш қауіп төндірмей,
ағзаңыздың сау болуына көмектеседі. Сары майдың пайдалы зиянды тұстарын барынша ашып көрсеттім. Ал енді қолданып-қолданбау өз еркіңізде. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Осымен бүгінгі шығарым аяқталды. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ тілді қоғамды бірге дамытайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сөзін жазған Сания Аринова және Марғұлан Ақан.